أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslüman bawırlar, Allah subhanahu ve teala barşamızga күндердің ұлығы, күндердің патшасы, қасиетті жұма күнінің берекесін берсін. Осы күні жасап жатқан ізгі амалдарымызды, дұға тілектерімізді баршасын Алла тағала қабыл етсін. Иншалла бүгін неке деген тақырыпты өткіміз келіп отыр. Неке бұл салауатты өмірдің шарты. Алла тағала барлық адамдарға ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынастарын реттеу үшін неке қиюды бұйырған. Асыл дінімізде адамзаттың пайдасы үшін баяндалған маңызды үкімдердің бірі бұл некелесу. Неке ер мен әйел арасындағы Алла разылығы үшін құрылған өзара махаббат пен мейірімге, сенім мен құрметке, сабыр мен жауапкершілікке негізделген келісім. Некелесу арқылы адам баласы өмірлік жұбымен бас қосып, ұрпағын жалғастырады. Қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла субханаху ва тағала Рум сүресінің 21 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим Бисмиллахир рахманир рахим ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Сендердің өздеріңнен, яғни өз болмыстарыңнан тыныштық табуларың үшін жұбайлар жаратуы және араларыңда сүйіспеншілік пен мейірімділік орнатуы оның, яғни Алланың белгілерінен, дәлелдерінен деген. Шын мәнінде мұнда ойланатын қауым үшін ғибрат, яғни Алланың белгілері бар деп келтіреді. Имам Әл-Құртуби рахимахулла және Ибн Кәсир рахимахулла өздерінің тәпсірлерінде бұл аяттағы өз болмыстарыңнан деген сөзді бір жаратылыстан деп түсіндірген. Бұл жердегі өз болмыстарынан деп тұрған сөздің мағынасы бір жаратылыстан деген мағына деп түсіндіреді. Кейбір деректерде адам пайғамбардың алейхиссалам қабырғасынан Хауа анамыздың жаратылуын меңзеп тұр деп айтады. Бұл жерден ер мен әйел бірін-бірі толықтыру үшін жаратылған екендігін түсінеміз. Шын мәнінде қалай түсінсек те екеуі де осы аятта меңзеліп тұр. Адам алейхиссаламның қабырғасынан сөгіп Хауа анамызды жаратқаны бұл Алланың ақиқаты. Дәл сол сияқты ер мен әйелдің бір болмыстан, яғни екеуі де адам екенінің рас екенін білеміз. Алла тағала аяттың жалғасында отбасының іргетасы мен баяндылығының кепілі ретінде екі ұлы құндылықты бекіткен. Оның бірі мауадда, сүйіспеншілік деген мағына беретін болса, екіншісі рахма, мейірім деген мағынаны беріп тұр. Бұл екі ұғым бірін-бірі толықтырып тұратын сипаттар. Мауадда, сүйіспеншілік, бұл екі жастың бір-біріне деген жүректегі алғашқы жалындаған сезім болса, рахма, мейірім, бұл уақыт өте келе тұрмыстың ағымымен алғашқы жалындаған сезім байсалдылыққа ауысқанда пайда болатын жанашырлық, ортақ өмірге деген құрмет пен төзімділік. Жылдар өте келе адамның сұлулығы кетіп, денсаулығы сыр беруі мүмкін. Міне осындай кезеңде отбасын құлатпай ұстап тұратын күш, бұл әрине бір-біріне деген мейірім. Бір-бірінің қателігіне кешіріммен қарау, ауырғанда демеу болу, қиындықты бірге еңсеру осы рахма, яғни мейірім сипатының, мейірім құндылығынан болатын нәрсе екен. Өкінішке орай, қазір көбінесе біздерге жетпей жатқан бір қасиетте, яғни біздерге болғанда осы ерлі зайыптыларға жетпей жатқан бір нәрсе, бұл не? Осы мейірім. Жаңағы алып ұшқан жалындаған махаббат, жақсы көріп қалдым, сүйіп қалдым, күйіп қалдым деген нәрсенің бары бар,
бірақ ар жағында ол мейірімге жалғаспай қалып қояды. Содан кейін жаңағы жалындаған өштім, күйдім, сүйдім деген нәрсенің бәрі біткеннен кейін не болады? Екеуінің арасында дұшпандық пайда болады. Мейірім болмаған жерде дұшпандық жүреді. Содан кейін болмайтын бір дүниелік нәрселерге бола арадағы сондай үлкен мәселені, үлкен Алла Тағаланың бекітіп беріп отқан нәрсесін тәлкек қылып тастап кетіп жатқан қаншама бүгінгі уақытта отбасылар бар. Бұл сол мейірімнің жоқ болуынан болып тұрған нәрсе. Ханафи мазхабының ғалымы Ибн Абидин радиаллаху рахимахулла біз үшін адам ата заманынан осы заманға дейін және соңы жәннатта жалғасатын неке мен иманнан өзге құлшылық жоқ деген. Қараңыз, бұл біз үшін дегенде кімді айтып жатыр? Мұсылман момындар, иман келтірген адамдар жайында айтып тұр. Біз үшін не дейді? Адам ата заманынан, адам ата мен Хауа анамыздан басталып, осы заманға дейін соңы жәннатта жалғасатын неке мен иманнан өзге не жоқ? Құлшылық жоқ дейді. Бұл ең Алланың адамға, адамзатқа берген ең үлкен бір ниметтерінің бірі екен. Бұл жай ғана осы дүниеде ғана, жалған дүниеде ғана болып қоятын нәрсе емес, бұл ахиретте жалғасатын нәрсе. Ерлі зайыптылардың арасындағы неке ахиретте жалғасатын нәрсе. Міне бұл нәрсені де не қылуымыз керек? Естен шығармауымыз керек. Дана халқымыз өмір жолына бірге аттанған жас жұбайларды ата-ананың разылығынсыз, ақ батасынсыз, яғни некесіз не қылмаған, қоспаған. Демек, қазақи отбасының негізі тек некелесу арқылы ғана қаланған. Адам баласының дүние ахиретіне некенің тигізер пайдалары өте көп. Мінекей, бұл да болса біздердің бабаларымыздың даналығы, ол кісілердің Алла Тағаланы шынайы танып білгендігі, олардың жүрегінде шынайы иманның болғандығын көрсетеді. Біздің аталарымызда, біздің бабаларымызда некесіз қыз бенен жігіттің қосылып қоюы, болмаса қазіргі күндегі сияқты кішкене бірге тұрып көрейік, азаматтық некеде тұрып көрейік, содан кейін жарасып жатсақ, ары қарай тағы да көрерміз деген сияқты нәрсенің еш уақытта болмағандығын біз білеміз. Бұл азаматтық неке деген нәрсе шынайы келген уақытта бұл некеге жатпайды, бұл ойнас. Дінімізде бұны зина деп айтады. Қазақша біз оны ойнас дейміз. Некесіз ер менен әйелдің арам түрде қосылуы бір-біріне. Біздің бабаларымыздың түсінігінде еш уақытта азаматтық неке деген нәрсе болған жоқ. Біздің бабаларымыздың түсінігінде бір ғана неке бар, ол Алланың алдындағы неке етін. Ол Алланың алдындағы некені соншалықты олар үлкен құндылық қылып санады. Ол уақытта кез келген қазақтың тарихи кешегі болмыстарын қарап көріңіз, архивтерден қарап көріңіз. Сондай үлкен бір жаңа кітаптарды оқып көріңіз. Бала-шағасын, әйелін тастап кеткен қазақты көресіз бе? Көрмейсіз, ондай нәрсе болмаған. Өйткені некеге Алланың аманаты деп қараған біздің бабаларымыз. Сондықтан бұл өте үлкен құндылық еді, сол құндылықтарымызды бүгін жоғалтып алып отырмыз. Оның жоғалуына себеп болып жатқан әртүрлі мәселелер бар. Көптеген ақпараттық соғыстар жүріп жатқан қазіргі уақытта, әлеуметтік желілерде жүріп жатқан үлкен соғыстар, бұның барлығы бар екені рас, оны жоққа шығара алмаймыз. Соған ілесіп кетіп, көптеген өзіміздің бабаларымыздан бері қарай жалғасып келе жатқан адам іздеп таба алмайтын, дүниеге сатып ала алмайтын құндылықтарымыздан айырылып қалып жатырмыз, өкінішке орай. Мұсылман адам отбасы мәселесінде бірнеше құндылықтарға мән беруі қажет. Соның алғашқысын айтатын болсақ, ізгі жар таңдаудағы ниеттің түзулігі. Ізгі жарды таңдауда адамның ниеті түзу болуы керек. Отбасының іргетасы берік, болашағы баянды болуының алғашқы шарты ізгі жар таңдаудағы ниеттің түзулігі. Өмірлік серікті таңдауда уақытша сезімге немесе көрсе қызарлыққа салынбай, ақылмен жан-жақты ойланып шешім қабылдаған жөн болады. Шариғатымыз жар таңдауда адамның имандылығына, мінез құлқына және тәрбиесіне басты назар аударуды бұйырады. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінде әлбетте иман келтірген күң әйел
сендерді таң қалдырған имансыз мушрик әйелден әлде қайда қайырлы деп айтқан аятта. Қараңыз, иман келтірген күң әйел дейді. Күң деген не? Оның өзінің бас бостандығы жоқ, бір адамның, яғни бір қожайынның қол астындағы соның мүлкі сияқты әйел бұл. Яғни осындай иманды, осындай бір күң әйел не дейді? Сендерді таң қалдыратын. Несімен таң қалдырады? Әдемілігімен, өзінің мансабымен, өзінің сондай байлығыменен, сондай таң қалдыратын имансыз мушрик әйелден әлде қайда не дейді? Артық дейді. Өкінішке орай қазір бұл біздің жастарымызда пайда болған нәрсе, жігіттерімізде де бар, қыздарымызда да бар. Нені таңдайды қазір? Дүниені таңдайды. Жігіттің қанша жерден мықтылығы көрініп тұрса да, оның артында дүниесі жоқ болса, ол жігітті қыздар не қылмайды? Қаламайды. Және сондай жігіттеріміз де бар бүгінде. Бай адамдардың қыздарына қарай жүгіреді. Мансабы жоғары болып тұрған біреулердің қыздарын алғысы келеді. Бұл не? Бұл сол жаңағы айтып кеткен көрсе қызарлық. Ол нәрсе өтеді де кетеді. Дүние деген бабаларымыз айтқан, уысыңда ұстаған мұз деп айтқан. Қандай керемет салыстыруда? Уысыңда мұзды қанша уақыт ұстап тұра аласың? Ары кетсе 10 минут, 15 минутта мұз не болады? Су болып ағып кетеді. Жарты сағатта қолың кеуіп қалады. Дүниені бабаларымыз осы уыста ұстаған мұзға теңеп қойды. Яғни ол қазір бар, 5 минуттан кейін жоқ болып кетуі мүмкін, Алланың қалауында тұрған нәрсе. Дүниесі үшін не? Жігітке де қызығудың қажеті жоқ, қызға да қызығудың қажеті жоқ. Яғни осы аят арқылы адамның сыртқы тартымдылығы мен әлеуметтік мәртебесінен бұрын оның иманы мен рухани байлығы әлде қайда маңызды екенін Алла Тағала меңзеп тұр. Адамның сыртқы сұлулығы, байлығы, мансабынан оның жүрегіндегі иманы не екен? Әлде қайда артық екен. Осы иманға қарап өзіңе не қыл? Жар таңда дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Муслимде келген хадисінде бұл дүние өткінші деді. Ондағы ниғмет атаулының ең абзалы не дейді? Салихалы әйел дейді. Бұл өткінші дүниедегі ең абзал нәрсе не екен? Салихалы әйел, жақсы әйел, көргенді, тәрбиелі, инабатты, күйеуін сыйлайтын, құрметтейтін әйелді не дейміз? Салихалы әйел дейміз. Мінекей осы салихалы әйелден абзал нәрсе жоқ екен мынау жалған дүниеде. Дүниенің бүкіл байлығының ішіндегі ең қайырлысы, ең құндысы иманды, көркем мінезді, әрі күйеуіне тірек бола білетін салихалы жар. Себебі материалдық байлық адамды тек сырттай бақытты етсе, салихалы әйел адамның жан дүниесіне тыныштық сыйлайды, ұрпақ тәрбиелейді және шаңырақтың берекесін кіргізеді. Шынында салихалы әйел отырған шаңырақта береке болады. Ал салихалы әйел болмаса, ол шаңырақтың қанша байлығы болса да, қанша әсемдігі болса да, бұл шаңыраққа береке кірмейді. Бұны айтып дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. Абай атамыз осы мәселеге қатысты лапылдап көрсе қызар нәпсігерме, әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл берме, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғафыл қалма деп жақсы айтып кеткен екен. Қандай? Ары бар, ақылы бар, ұяты бар. Ата-ананың қызынан ғафыл қалма. Ата-ананың қызы деп тұрғаны бәрі де ата-анадан туылып жатыр. Мәселе туылғанында емес, сол ата-анадан тәрбие көрген. Яғни қазақта жақсы сөз бар, шешесіне қарап қызын ал дейді. Әкесіне қарап қыз бер дейді. Қараңыз, әке қандай болса, бала да сондай болады деген сөз. Шеше қандай болса, қыз да сондай болады деген сөз. Шеше көркем мінезді, инабатты,
сондай бір жақсы болып тұрса, одан туылған қыз да сондай болады деген сөз. Үйленетін адам ең әуелі ниеттің дұрыстығына мән беруі тиіс. Неке тұрып, яғни жаңағыдай айтқан сияқты тұрып көрейік, жүріп көрейік, біліп көрейік, бір-бірімізге үйренейік деген нәрсе айтады қазір жастар, Бұл дұрыс емес нәрсе. Бұл зинақорлық. Зинақорлыққа барған адам еш уақытта жақсылыққа бармайды. Алла Тағала бұл зинақорлықты жек көреді. Бұған тыйым салған, бұл харам болған нәрсе. Бірде үш кісі сахабалар, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жұбайларының үйлеріне келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасырын жасайтын құлшылықтары туралы сұрайды. Яғни біз көрмей жүрген, біз білмей жүрген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы да не істеп жүр екен, біз соны білейік деп келіп, әйелдерінен, жұбайларынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қалай құлшылық ететінін естиді да, бұлар таң қалады. Яғни ол кісі кейде құлшылық жасайды екен, кейде жасамайды екен. Кейде ұйықтайды екен, кейде ұйықтамай, сол ұйқының орнына не қылады екен? Құлшылық қылады екен. Кейде ораза ұстайды екен, кейде ұстамайды екен. Сонда әлгі үш сахаба тұрып, енді тақуа үшін бұл кісілер Аллаға жағымды болып көргісі келіп жатыр. Сонда айтты дейді, енді бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Алла Тағала ол кісінің өткен, келешек күнәләрін бәрін кешіріп тастаған, бұл кісі жәннатылық болып қойған адам. Бұл кісіге жарасады, үнемі құлшылықта жүрмесе. Дейді де біреу айтады, мен енді дейді, азаннан кешке шейін ораза ұстап жүрем дейді. Бір күн жібермеймін оразасыз. Күн сайын ораза ұстайтын боламын дейді. Онда екіншісі айтады, мен түнімен ұйықтамай не істеймін? Намаз оқитын боламын дейді. Үшіншісі, мен олай болатын болса, үйленбей өтем деген екен. Әйел адамға құлшылық жасауға, тақуа болуға зиян болатын нәрсе деп түсініп жатыр да бұл кісілер. Бұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай деп айтып жүрген сендерсіңдер ма деп жаңағы сахабаларды шақырып алды дейді. Алламен ант етейін, мен іштеріңдегі Алладан ең қатты қорқатын адаммын. Және ең тақуаларыңмын іштеріңдегі. Бірақ мен ораза ұстаймын, ауыз ашамын. Яғни кейде ораза боламын, кейде ораза болмаймын деген әңгімені айтты. Намаз оқимын, кейде ұйықтаймын дейді түнде. Және әйелге де үйленемін. Кім менің сүннетімнен, яғни менің жолымнан бас тартатын болса, ол менен, яғни менің үмметімнен емес деп айтқан екен. Мінекей тақуалыққа салынамын деп, тақуаның жолында боламын деп, кейбір кезде әсіре сілтеп кететін жағдай болады, бірақ дініміз әсірелікті көтермейді екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қандай болды? Сондай болсаң жеткілікті, одан артықты Алла Тағалаға жасап жағынамын деп ойлау ақымақтық болады екен. Шын мәнінде бұл кісілер, бұл сахабалар осындай ниет еткен уақытта оны бір өздеріне атақ үшін, адамдар мені осындай ойласын деу үшін деп жасап жатқан жоқ. Ниеттері шынайы Аллаға жақын болу, ниеттері шынайы Аллаға тақуа болу ниет етін. Бірақ соның өзінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осындай ниеттен не қылды? Қайтарды. Кім менің жолымнан бас тартатын болса, ол менен емес, менің үмметімнен емес деп жатқаны осыдан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленуді өзінің сүннеті ретінде бекітіп былай деп айтқан. Сүйіспеншілігі мол, мейірімді, бала табатын, тез бала көтеретін, яғни сондай денсаулығы жақсы деп жатыр ғой, әйелдерге үйленіңдер дейді. Өйткені қиямет күні өзге үмметтердің алдында сендердің көптіктеріңмен мақтанамын дейді. Яғни беті әдемі жылтыраған, анау қысы жазы жаңағыдай ашық-шашық жүретін, бала туа ма тумай ма белгісіз, денсаулығы оның жарай ма жарамай ма, сондай бір әдемі қатынға үйленгеннен гөрі, денсаулығы жақсы, ертең көп бала туып бере алатын жақсы бір әйелге үйленсең, сол сен үшін не деп жатыр? Қайырлы деп жатыр да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Адамның бетінде емес,
жылтырап тұрған жері адамның жүрегінде, адамның оның ішкі дүниесінде деп жатыр бұл жерде. Тәрбиесінде көрген. Мінекей бойдақ жігіттердің құлақтарына алтын сырға, бетінің жылтырлығына қарап, қыздарға алданып қалмаңдар. Ол жылтыр бет ертең қандай бет болуы мүмкін? Арсыз бет болып кетуі мүмкін да. Ата-анаңның бетінен алып, өзіңнің жағаңнан алып отыратын сондай біреуге тап болуы мүмкін. Бұл алдамшы ғана нәрсе, сырты. Адамның ішкі дүниесі, ол қыздың беті қаншалықты бір қарағанда жағымсыз болып тұрса да, ертең сен оны әйел қылып алсаң, оның сен ішкі жан дүниесіне, жүрегіне ғашық боласың. Сондай бір әдемі, ішкі жан дүниесі әдемі қыздар болады. Өкінішке орай, көп жігіттер содан құрғалады, несіне қарап? Сыртқа әдемілігіне қарап. Қойшы, анаған үйленген маған западло дейді да. Мен достарымның әйелдері одан сұлу деп ойлайды да. Бірақ сол әйелді алсаң, ол саған қаншама әдемі батыр ұлдар мен инабатты қыздарды туып тәрбиелеп беретін еді. Міне адамның өкінетін жері осы болады. Екінші, некенің шарғи талаптары бар. Неке сөзі араб тілінде бірігу, қосылу деген мағынаны береді екен. Шариғаттағы терминдік мағынасы ер мен әйелдің ортақ өмір кешіп, ұрпақ жалғастыруды адал ететін келісім шарт деп түсінсек болады екен. Бүгінгі тілмен айтқан уақытта неке деген нәрсе бұл адал жолменен бала шағаны туып өсіріп бағатын Алла тағала адал еткен тура жол деп түсінеміз неке деген нәрсе. Ал енді жаңағы азаматтық некеңіз бар, тағы да қандай некелер бар, әртүрлі некелерді ойлап тауып алған, қазір бұның барлығы зина. Алла тағала жек көретін, Алла тағала бұл үшін қиямет күні азаптайтын амалдар бұның барлығы. Және одан туылған, ондай қарым қатынастан туылған бала шағада жақсылық әкелмейтіні бұл ақиқат. Адамға адал некелі болып барып, балалы шағалы болғаны жақсы болады. Енді некенің рукундері бар. Рукун деген не нәрсе? Осы амал болмаса, ол неке дұрыс емес деген сөз. Ол қандай? Некеде екі ғана рукун бар екен. Бұл бірінші ижаб дейді, яғни ұсыныс жасау. Екіншісі қабул, яғни қабыл алу. Жігіт қызға ұсыныс жасайды, қыз сол ұсынысты қабыл алады, бұны некенің рукуны деп айтады. Және бұл жерде мынандай нәрсе. Дініміздің үйретуі бойынша қыз бенен жігіт оңаша кездесіп, жігіт қызға оңаша жерде сөз салып, сол қыз оңаша жерде оны қабыл алуы харам, дұрыс емес ол нәрсе. Бұл қыз бенен жігіттің екі жақтан ағайын туыстарының, жақын әке шешелерінің қатысуыменен, аға бауырларының қатысуыменен болатын дүние. Сол адамдардың алдында отырып, жігіт қызға ұсынысын жасап, қыз оны қабыл алуы осы ниетімізді, біздің некеміздегі рукун болған нәрселер. Осы екі нәрсе орындалған уақытта неке дұрыс қиылуы дұрыс болады. Бұл екі нәрсе болмаған уақытта ол некені қиюға болмайды. 10 жерден оқып келген имам болса да, ол кім болса ол болсын, бұл адамдардың некесін қия алмайды. Егер біреуі ұсыныс жасамаса, біреуі сол ұсынысты қабыл алмаса. Бұл неке дұрыс емес болады. Бұны жақсы білу керек. Бұл әсіресе қай уақытта керек болып жатыр? Бізде мынау кешегі кеңес заманында қызды алып қашу деген нәрсе пайда болды. Бұл дінімізде харам болған нәрсе. Қызды алып қашуға дінімізде рұқсат бермейді негізінде. Қыздың рұқсатынсыз. Енді қазір бізде кейбір мәселелерден құтылу үшін, кейбір мәселелерді жеңілдету үшін қыз бенен жігіттің екі жақтың келісуімен, қыз бен жігіттің ата-аналарының келісуіменен өтірік енді жаңағыдай алып қашты қылып, кейбір жаңағыдай дүнияви мәселелерді шешіп тастау үшін келісіммен жасалған нәрсе бар, бұл болады. Бұл жерде мәселе жоқ. Бірақ танымайтын бір жігіттер келіп, танымайтын көшеде кетіп бара жатқан қызды машинаға лақтырып желіп алып кету көкпар сияқты, бұл дұрыс емес. Бұл дінімізде дұрыс емес. Бұған тыйым салынған негізінде. Соның үшін оны да біз не қылуымыз керек?
дұрыс шешуіміз керек, дұрыс бұл мәселелерге қарауымыз керек, бұл мәселелерді не қылуымыз керек, біліп отыруымыз керек. Енді некенің шарттары бар. Мынау рукунын айттық. Рукунның екі рукун бар, екі рукунның біреуі дұрыс емес болса, онда неке жоқ. Шарттары бар. Бұл уәлидің рұқсаты, яғни қыздың әкесі, болмаса атасы, әкесі жоқ болса, атасы жоқ болса, туған ағасы, осы кісілердің қыздың күйеуге шығуына рұқсат беруі, бұл шарт. Куәгерлердің қатысуы, куәгерлер екі ер адам болуы керек, екі ер адам табылмай жатқан жағдайда, онда бір ер кем дегенде болуы керек, және оның қасында екі әйел, үш адам куә болуы, бұл некенің тағы да шарты. Енді мәһірдің берілуі, бұл да некенің шарты. Мәһір ер адамның неке қиылу барысында қалыңдыққа өз ризашылығымен берген сыйлығы, шариғи сыйлығы. Енді бұл мәһір деген қандай нәрсе деген уақытта, Ханафи мазхабында мәһірдің ең төменгі шегі 10 не екен? Дирхам екен. 10 дирхам деген бұл бір алтын теңге сияқты. 10 дирхам бір динар болады. Бір динар деген алтын ақша. Оның салмағы 4,25 грамм болады екен. 4,25 грамм алтынның бағасындай дүние қызға берілуі шарт екен. Бұл ең төменгі шегі, жоғарғы шегі жоқ, бірақ жоғарғы шегі жоқ деп қазір шектен шығып кетіп жатқандар бар. Көптеген жігіттеріміздің қалтасы көтермейтін, жағдайы көтермейтін мәһір сұрайтын жағдай келді. Бұл дұрыс емес. Мәһірді сұраған уақытта қыз өзінің алдында отырған келешек, болашақ күйеу болайын деп отырған жігіттің жағдайына қарап, соның жағдайы көтере алатын нәрсені сұрауы керек. Маған бір Геленваген афер болмаса, жаңағыдай Крузак 300 афер деген әңгіменің бәрі далбаса әңгіме. Ондай қызды қатын қылғанша, онда қатынсыз өткен жақсы шығар негіз. Ол сен қай уақытта алып бересің, ол машинаны өзіңмен алмай жүрсең, әке шешеңе бір ешек алып бере алмай жүрсең, үйтіп қатын алғанша қатынсыз өткен жақсы болады да. Мінекей, мәһір деген кезде осы нәрсені дұрыс түсіну керек. Адам әр нәрседе не болу керек? Инсафты болу керек. Инсаф болмаған жерде осында қиын жағдайға тап боламыз. Содан кейін тағы да не болады? Тағы да біздің дініміз кінәлі болып қалады ғой. Мінекей ислам діні деген осындай бір бәлені шығарып қойған, жаңағы жігіттерге соны сіңіріп қойған жоқ ол нәрсені. Алған кезде инсафты қыздарды таңдау керек. Жаңағыдай мен сенен мынандай мәһірді талап етемін деген қыздарды да көрдік мысалы. Жігітіне мәһірге не айтады? Құранның бір парасын жаттап ал деген қыздарды көрдік. Құранның бір парасын жаттасаң, маған сол мәһір дейді да. Қандай керемет. Енді анау қызды әйел қылып алғың келсе, ләж жоқ, Құранның бір парасын жаттайсың. Оған рахмет дейміз да. Ондай қыздар көп болсын. Әйтпесе, Құранның бір парасы емес, 10 сүресін жаттауға уақыт таппай жүрген жігіттеріміз ғой қазір. Дұрыс па? Намазды оқуға қанша сүре жетеді деп сұрайды. Фатихаға қоса 4 сүре білсең жетеді дейміз ғой, біз не дейміз басқа? Ақиқаты сол ғой енді. Болды. Фатихаға қосып, Кәусар 3 аяттан тұрады, Ықылас 4 аяттан тұрады, тағы да 1-2 сүрені жаттап алады. Ең оңай сүрелер, оның өзін кириллицамен шатып, бұтып, болды. Енді бір жаңағы әлемді төңкеріп тастаған мұсылман сияқты талтаң етеді, субханалла. Соларға сондай қыздар кездессе, ол әдемі қыз болсын да, ана жігіт құлайтын. Сол қыз айтса, мінекей бір пара жатта десе, жаттайды, ләжжық жаттайды да. Өйткені ана қыз керек болып тұрған. Ол қыз жақсы әйел болады келешекте иншалла. Мінекей бұндай да мәһір болады. Соның үшін дінді бұл жерде келіп, ғайбаттап, дінге жала жабудың ешқандай қатысы жоқ. Және некелесуші жастардың арасында үйленуге бір кедергі болмауы керек. Кедергі дегенде қандай кедергі? Бірінші кезекте туыстық қарым-қатынас, туыстық арасы жақын болмау керек қыз бенен жігіттің. Бұны біздің бабаларымыз, жаңа сөзімнің басында мен бабаларымыз жайында жақсы айтып кеттім. Дінімізді жақсы түсінген, Алланы керемет таныған, Алланың бұйрықтарын жақсы түсінген адамдар деп айтып кеткен мәселе бар. Соған дәлел ретінде айтамыз қазір. Біздің бабаларымыз 7 атаға дейін
үйленуге рұқсат бермейді. Өте дұрыс дейді. Неге деген уақытта мінекей бұл қыз бенен жігіттің үйленетін туыстық арасы жақын болса, олардан келешекте не ауру балалар туылуы мүмкін, оның қаупі өте көп. Туыстық арақатынас 7 атадан асқаннан кейін олардың арасында ұқсас ауру болмайды. Бұл медицинада қазір дәлелденді. Оны Жапониядан барып сұраңыз, Америкадан барып сұраңыз, кез келген дамыған мемлекетте отырған немістерден барып сұраңыз, бұл ақиқат. 7 атадан асқаннан кейін адамдардың жаңағы геніндегі бар аурулар бір-біріне сәйкес келмейді. Сәйкес келмеген екен олардан не жақсы ұрпақ, дені сау ұрпақ туады. Дұрыс па? Соның үшін бұл да некенің бір шарты екен. Енді құрметті бауырлар, осы некеге қатысты бір пәтуа сіздерге айтып кеткім келіп жатыр. Мәһірге қатысты, жаңа мәһірді айттық қой. Мәһір әйел затының неке қияр алдында күйеуінен талап етуге құқысы бар шариғат белгілеген ақысы дейді. Шариғатымызда осылай мәһір деген нәрсе. Яғни ол бір ойыншық нәрсе емес екен. Оны қаяқтан тауып алдыңдар дейді ғой. Ислам дінінің мәселелерін түсіну үшін бірінші ислам дінін үйрену керек. Ең бірінші Алланы тану керек. Алланы танып, Алланың бұйрықтарын оқу керек, үйрену керек. Алланың тыйымдарын оқып, үйрену керек. Содан кейін барып келіп әңгіме айтса болады. Алланың не екенін білмейтін, Аллаға иман келтіру дегеннің не екенін білмейтін, мұсылманшылықтың не екенін білмейтін, өмірінде ол нәрсе жайында ізденіп көрмеген біреулер келіп, философиядан кітаптарды жұтып алған шығар, тарихтан бір кітаптарды жұтып алған шығар. Келіп, сендер осы нәрсені қаяқтан шығарып алдыңдар, неғып ертең айтасыңдар деп шығады. Сен бірінші ондай әңгіме айту үшін Аллаға иман келтір. Аллаға иман келтірмесең, екеуміздің арамызда әңгіме жоқ. Кәпір мен мұсылманның әңгімесі бола ма? Жоқ. Кәпір Алла жоқ деп тұр. Мен Алла бар деп тұрмын. Екеуміздің арамызда қалай әңгіме болады? Болмайды. Бірінші екеуміз бір нәрсеге келейік. Соның үшін Алла Тағала Құраны Кәримде айтып жатыр, үйленетін әйелдеріңе мәһірлерін шын көңілден тарту етіңдер деп тұр. Бұл бұйрық. Үйленетін әйелдеріңе олардың мәһірлерін шын көңілден тарту етіңдер дейді. Оны ертең міндет қылып жүрме деп жатқан нәрсе ғой берді. Енді жаңа айтып кетті, Ханафи мазхабы бойынша 10 дирхам, яғни 4,25 грамм алтынның көлеміндей ең аз болғанда сондай дүние берілуі керек. Енді арғарай көбінің шегі жоқ екен деп шексіз мәһір сұрау, ол да дұрыс емес екенін де айттық. Жігіттің жағдайына қарау керек. Ол қиналып қалмау керек. Ол ертең сенің құрайын деп отқан отбасыңның отағасы. Сен отағасын бүгіннен бастап келіп тұқыртып жерге тығып тастасаң, ол ертең қайтып асырайды, сені қайтып асырайды, сен туған бала шағаны қайтып асырайды. Адам бұл нәрсені ойлауы керек. Енді мәһір қалыңдықтың ақысы дейді, бұл шешім енді. Пәтуа бұлай беріліп жатыр. Мәһір қалыңдықтың ақысы, келісілген мәһірді бермеу күнә. Қызбенен келісіп алып, оны бермей кететін болсаң, күнәһар боласың. Сол үшін шаман келмейтін болса, бірденнен ашып айту керек. Егер осы мәһірден басқа мәһірді қаламайтын болсаң, бұл сенің шартың болса, онда мен саған үйлене алмайды екенмін. Бірденнен шешу керек бұл нәрсені. Қолыңнан көтере алмайтын нені шоқпарды беліңе байлама дейді, қазақ айтады. Екінші, мәһір ақшалай немесе заттай беріледі. Мәселе жоқ бұл жерде. Оның сипаты мен мөлшері анық көрсетілуі керек. Яғни, осы мәһірдің сипаты және мөлшері анық көрсетілуі керек. Үшінші, мәһірдің ең аз мөлшері 10 дирхам, яғни 4,25 грамм алтын немесе оның құнына тең болуы тиіс. Төртінші, мәһірді бірден беруге шамасы жетпесе, оның бір бөлігін алдын ала беріп, кейін шетінен беріп құтылса болады екен дінімізде. Мінекей мәһірдің пәтуасы осы. Осыған барлығымыз тоқтайық, иншалла. Алла қаласа бәрімізге Алла Тағала адал некеменен адал ұрпақ өсірген Алланың адал құлдарынан болуды нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.